Каналға қош келдіңіз. Жалпы дәрумендер екі топқа бөлінеді. Бір. Суда еритін дәрумендер. Бұл дәрумендер ағзада көп жиналмайды. Артық мөлшері көбіне зәр арқылы шығып кетеді. Сондықтан оларды күнделікті қабылдау маңызды. Негізгі суда еритін дәрумендер. С дәрумені 1. Тиамин, 2. Рибофлавин, 3. Ниацин, 5. Пантотен қышқылы, 6. пиридоксин, 7. Биотин, фосфор қышқылы. Егер тіс дәрумені жеткіліксіз болса, ағза әлсіреп, түрлі мәселелер пайда болуы мүмкін. С дәрумені иммундық жүйенің дұрыс жұмыс істеуіне көмектеседі. Сонымен қатар тері, қан тамырлары және сүйектер үшін маңызды коллаген ақуызының түзілуіне қатысады. Ол ағзаны зиянды бос радикалдардан қорғайтын күшті антиоксидант болып табылады. С дәрумені жетіспеген кезде адам тез шаршайды. Иммунитет әлсіреп, жиі ауыра бастайды. Қызыл иек қанауы мүмкін, ал жаралар баяу жазылады. Бұл ағзаның қорғаныс жүйесінің әлсірегенін көрсетеді. Ұзақ уақыт с дәрумені жетіспесе, цинга ауруы дамуы мүмкін. Бұл кезде қызыл иек қабынып қанайды. Тістер босап, теріде көгерген іздер пайда болуы мүмкін. Бақытымызға орай, дұрыс тамақтану арқылы бұл аурудың алдын алуға болады. С дәрумені жасушаларды зақымданудан қорғайды. Ол зиянды заттарды бейтараптандырып, жасушалардың қалыпты жұмысын сақтайды. Егер с дәрумені жеткіліксіз болса, жасушалар тезірек зақымданып, ағзаның қартаю үдерісі жылдамдауы мүмкін. С дәруменінің артық мөлшері де пайдалы емес. Өте көп қабылданған жағдайда асқазанның жайсыздығы, іштің ауруы немесе жүрек айнуы байқалуы мүмкін. Сондықтан дәрумендерді шамадан тыс қолданбау керек. С дәрумені жетіспеуінің негізгі белгілері әлсіздік, терінің құрғауы және жиі ауыру. Кейде қызыл иектің қанауы да байқалады. Мұндай белгілер болса, тамақтану рационына назар аудару қажет. С дәрумені апельсин, киви, құлпынай, тәтті бұрыш және брокколиде көп кездеседі. Бұл тағамдарды күнделікті ас мәзіріне қосу ағзаға қажетті дәрумен қорын толықтыруға көмектеседі. С дәруменін алудың ең жақсы жолы табиғи тағамдарды тұтыну. Күн сайын жемістер мен көкөністер жеу жеткілікті. Дұрыс тамақтану, таза ауа және белсенді өмір салты ағзаның саулығын сақтауға көмектеседі. Мен сізге азда болса ақпарат бере алсам, қоңырау басып тіркеліп пікір жаза кетіңіз. Келесі бейне жазба дәрумен.